Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірlikte мынандай күрделі теңдеулерді шығару жолды үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Осындай қызықты есептер шығаратын боламыз. Теңдеуді шешіңіз дейді. Демек, біз не істейміз? Қазір міне бірінші жақша тұрады x квадрат плюс x минус 3 отыра берсін. Біз екінші жақшаны түрлендіреміз кішкене. 7 азайтылған, мына жақын сырды екінші жағып жіберсек, бізде x қосылған x квадрат шығады. Мынада екінші жағып жіберген, ортақ көбейтгіш. Тең 3 көбейтілген жақша ішінде минус, мынада минус 1 шыға жіберетін болсақ, x қосылған x квадрат болып жерде. Мінекей. Біз жаңа айнымал енгіземіз балдар. Сонда біз не істейміз? X квадрат қосылған x дегенде біз жаңа айнымал енгіземіз. Т деп белгілеп алсақ, міне. Мына таны қойып шығатын оларға. Талара. Осы т қойып шығатын болсақ, міне, мынадай көрініс болады. Т минус 3 бірінші жақша көбейтілген 7 минус 2 т. Екінші жақшамыз ол тең болады. 3 көбейтілген жақша ішінде 1 минус т болады. Мінекей. Көрдіңдер ғой? Енді жақын ашамыз. Бірінші 7 көбейтіп шығамыз. 7 т болады. Азайтылған 21 болады. 3 мен 7 көбейіп. Енді минус 2-тен көбейтеміз. Минус 2 т квадрат. Қазір айтамыз. Ары қарай. 6 плюс 6 т болады. 2-тен 3 көбейіп. Ол тең болады. 3 минус 3 т болады. Жинақтаймыз. Біріншіден 2-тен минус 2-тен жазамыз. 2 т квадрат. Ал мына жерде ұқсас мүшел біріктіреміз жерде. 6 т мен 7-ні қосамыз. Ол 13 т болады. Плюс 13 т. Азайту 21. Енді жерде 2 ауыстырып жібереміз. Жаққарай. Минус 3 болады. Плюс 3 т болады. Ол тең болады нөлге. Минус 2 т квадрат. Ұқсас мүшелер міне бар. Мына бар. 13 т мен т балдар. 2 қосылып плюс 16 т болады екен. Азайтылған 2 қосылып не болады сонда? 24 болады. Ол тең болады 0. Сіз 2 терсен қосады. Мынаның бәрін минус 2 бөліп жіберсеңіз болады. Минус 2 бөліп жіберсең, сонда қарама қарсы болса т квадрат болады сонда. Азайту 8 т болады. Қосылған мына 2 болса 12 болады. Демек, бұл жерде вет теоремасын қолдансаң да болады. Қоссаң 8 көбейтсең 12 деген шығады. Десимал шығатын болсаңыз, мына жауапта шығады. 2 және 6 деген болады. 2 6-ны қоссаң 8 көбейтсең 12 болады. Енді соның біріншісі. Жақ қойын, бөлек қойын. Мен мынаны алам қазір. Бірінші. Не біз еңіз қой. X квадрат плюс x ол тең болады 2-ге. X квадрат плюс x тең болады азайтылған минус 2. Екінші жаққа ауыстырамыз. Қазір квадрат теңдеу болады. Егер десималмен шығаратын болсаңыздар, олда не болады? Түбірлердің қосындысы мына ветпен шығарайық мысалы. Түбірлердің қосындысы минус 1 болады. Түбірлердің көбейтіндісі ол не болады? Минус 2 болады. Қай сандар деген кезде міне x1 тең болады. x2 тең. Минус 1 қоссаң, минус 1 көбейтсең, минус 2. Демек, минус 2 болады жауап. Бір жауап 1 болады. Көрдіңдер ғой? 2-ні қоссаң минус 1, минус 2 бір көбейтсең минус 2 болады. Енді екінші міне. 2 жауап шықты қазір міне. X квадрат плюс x аламыз да, енді екінші шешіміз не? 6. 6. X квадрат плюс x алу 6 болады жақарай. 6 болды. Бұнда да осындай вет теореманы қолдансаңдар болады. x1 қосылған x2. Ол тең болады минус 1-ге. x1 көбейтілген x2. Түбірлердің қосындысы минус 1 көбейтілсе минус 6 болады. Демек, x. Енді үшінші шешім мақұл. x1 x2 деп қоя берейік. Енді қоссаң минус 1 көбейтсең минус 6. Демек, минус 3 болады. 2. Екеуін қоссаң минус 1 береді. 2 мен минус 3-ті көбейтсең, ал минус 6 береді. Демек, жауаптары шықты біздеріне. Жауаптары ретмен жазайықшы. Бұл жерде ең кішісі минус 3. Одан кейінгісі минус 2. Одан кейін 1. 2. Міне жауаптар осы.
Осы 4 жауап шығады. Себебі мына x барлық x көбейткен кезде бізде x 4 дәреже шығады. Демек ең көп дегенде 4 жауап шығу керек. Демек осылай шығарамыз бала. Егер видео ұнаған болса лайк басыңыздар, құрметті оқушылар. Пікір жазыңыздар, және де достарыңызға таратыңыздар. Егер тіркелмеген болса тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.